Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін сіздерге мерекелік дастарханға арналған өте әдемі салаттың рецептін ұсынбақпын. Өзім алғаш рет жасап тұрмын. Осылай өте әдемі болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге ең алдымен қайнатылған ет және де қайнатылған көкөністер, сәбіз, жұмыртқа, картоп және де қызылша. Сонымен қатар үлкен бір анар керек. Етті кішкентай қылып көбіктеп турап аламыз. Жылқының немесе сиырдың еті міндетті емес, тауықтың төс етінде қолдануға болады. Қалған көкөністердің барлығын терканың үлкен жағымен өткізіп аламыз. Енді үлкен тарелканың және де стаканның көмегімен салатымызды жинаймыз. Стакан дәл ортасында тұру керек, соған мән беріңіздер. Шет-шетін әдемілеп біркелкі етіп жинап шығамыз және де каждый слойға майонез бен дәміне қарай тұз сеуіп отырамыз. Менің етім тұздалғандықтан бұл слойға тұз сепкен жоқпын. Жұмыртқадан кейін майонез жағудың қажеті жоқ, бірден қызылшаны саламыз. Енді дайындап қойған анарымызды салаттың үстіне аккуратно қойып шығамыз. Біздің салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Сіздермен болған Ұлжанат Абайқызы. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.